Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Түшіру каналы. Бүгінгі шығарылымды түсіңізде тәттілерді көрсеңіз, оны қалай жою керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Егер адам түсінде тәтті жеп жатқанын көрсе, бұл оның жақын арада өте гүлденетін бизнестің артында жинайтын мол пайданы білдіреді. Егер түс көруші түсінде әртүрлі тәттілер жеп жатқанын көрген болса, бұл оның өмір сүру жағдайында өте жақсы ететін көп ақша алатынының белгісі. Түсінде түс көруші иесінің өзі жақсы көретін тәттілерді жеп жатқанын көру, алдағы кезеңде оған жететін қуанышты жаңалықтарды білдіреді. Түс көруші ұйықтап жатқанда тәттілерді жеп жатқанын көруі, оның жұмыс өмірінде өте беделді лауазымға ие болатынын көрсетеді. Бұл оның еңбекқорлығының дамуының нәтижесінде болады. Түсінде қыздың тәттілерді көруі, бірақ оны жеуден бас тартуы, оның қателеспеуге және өмірінде қандай да бір қадам жасамас бұрын абай болу керектігін көрсетеді. Егер жалғыз басты әйел тәттілерді жасауда армандаса және ол шын мәнінде қаржылық дағдарыстан зардап шегетін болса, онда бұл оның өмірінде тұрақты ететін көп ақша ие болатынын білдіреді. Егер түс көруші студент кезінде түсінде тәттілер жасап жатқанын көрсе, бұл оның оқу жылының соңына жоғарғы бағаға қол жеткізетінін және соның нәтижесінде отбасының оны мақтан тұтатынын білдіреді. Түс көруші тәтті жеп жатқанын көруі, оның барлық іс-әрекетінде Құдайдан қорқатындығы, мол жақсылыққа ие болатынын білдіреді. Егер түс көруші түсінде тәттілерді сатып алғанын көрсе, бұл оның жақын арада жас жігітпен танысуды білдіреді. Егер түс көруші түсінде тәттілерді жеп, олардың дәмі өте дәмді болса, бұл оның қыз балаға жүкті екендігін білдіреді. Түс көруші түсінде кәмпитті көруі, адамның ұзақ уақыт бойы алға қойған мақсаттарына жетуді білдіреді. Түсінде тәттілерді көруі, оның мол ақша мен күнкөрістің белгісі. Түсінде тәттілерді көруі, бұл түс көрушінің бұрыннан зардап шеккен проблемалар мен дағдарыстың жойылуын көрсетеді. Түсінде тәттілерді көруі, аурудан айығуының және оның өмірін мазалап жүрген денсаулықтың дағдарыстың жеңуді білдіреді.